Рианна туралы 10 дерек. Рианна ағылшынша Рианна, толық аты Робин Рианна Фенти. 20 ақпанда 1988 жылы Барбадос елінде туған. Барбадос әншісі, музыкалық продюсер, актриса және сәнгер. Барбадостағы Сент-Майкл қаласында туылып, 16 жасында ақш-қа әнші мансабын бастау үшін көшіп келген. Біраздан соң Def Jam Records пен келісімшартқа қол қойды. Рианна 2005 жылы Def Jam Records пен келісімшартқа отырды және өзінің алғашқы 2 студиялық альбомы шыққаннан кейін танымал болды. Music of the Sun 2005 жылы және A Girl Like Me 2006 жылы. Екеуі де кариб музыкасының әсерінен альбомдар тез коммерциялық табысқа жетті және ақш-тың Billboard 200 диаграммасында алғашқы 10-ға кірді. Оның үшінші альбомы Good Girl Gone Bad 2007 жылы бей-поп элементтерін біріктірді және оның мәртебесін музыка индустриясының көрнекті белгішісі ретінде бекітті. Оның жетекші синглы Umbrella Jay-Z қатысуымен ақш-тың Billboard Hot 100 тізімінде басқа 16 елдің арасында шыңына жетті. 3 номинация бойынша өзінің алғашқы Grammy сыйлығын жеңіп алды және барлық уақыттағы ең көп сатылатын синглдардың бірі болып қала береді. Rihanna Rated R 2009 жылғы Loud, 2010 жылғы Talk That Talk, 2011 жылғы және Unapologetic 2012 жылғы альбомдарында поп, би және R&B әсерлерін біріктіруді жалғастырды. Альбомдары Billboard Hot 100 номерлі Дөрекі бала, Тек қыз әлемде, Менің атым кім, S және M, Махаббатты таптық және Гауһар тастар синглдарын тудырды. Оның 8-ші альбомы Anti 2016 жылы Jay-Z'дің Roc Nation лейблінің пайдасына Def Jam'нен кеткеннен кейін жаңа шығармашылық бақылауды көрсетті. Оның ақш-тағы бірінші номерлі 2-ші альбомы болды. Ол хит-парадтың жұмыс синглымен қолдау тапты. Рианна өзінің мансабында Coldplay, Drake, Eminem, Kanye West, Ne-Yo және Shakira сияқты әртістермен жұмыс істеді. Дүние жүзі бойынша 250 миллионнан астам жазба сатылымымен Рианна барлық уақыттағы екінші ең көп сатылатын музыкалық орындаушы және RIAA-ның үздік артистер рейтингінде барлық уақыттағы ең жоғары сертификатталған әйел орындаушысы сандық синглдер бойынша. Ол 14 номерлі синглға, ақш-та 32 үздік ондыққа және Ұлыбританияда 31 үздік ондыққа қол жеткізді. Оның марапаттарына 9 Grammy сыйлығы, 13 американдық музыкалық марапат, соның ішінде Icon сыйлығы, 12 Billboard Music Awards, 6 Гиннестің рекордтар кітабы, NAACP президентінің сыйлығы және Академия сыйлығының номинациясы кіреді. Time оны 2012 және 2018 жылдары әлемдегі ең ықпалды 100 адамның бірі деп атады. Forbes оны 2012 жылы және 2014 жылдары ең көп төленетін атақтыларының ондығына кіргізді. 2024 жылы жағдай бойынша ол бағаланған таза құны бар ең бай әйел музыкант артисі болып табылады. Жеке капиталы 1,4 миллиард долларды құрайды. Музыкадан басқа Рианна өзінің гуманитарлық қатысуы, кәсіпкерлігі және сән индустриясына әсері үшін танымал. Ол LVMH астында Sierra Leone Foundation, Fenty Beauty косметика брендін және Fenty сән үйін құрып, LVMH үшін сәнді брендті басқарған алғашқы қара нәсілді әйел болды. Рианна Battleship 2012 жылы, Home 2015 жылы, Valerian және Мың планеталар қаласы 2017 жылы және Мұхиттың 8 2018 жылы фильмдерінде басты рөлде ойнады. 2018 жылы оны Барбадос үкіметі елші етіп тағайындады және 2021 жылы Барбадостың ұлттық қаһарманы деп жариялады. Бойы 1,73 метр.
назарларыңызға рахмет.